Красная дверь, желтая дверден адамдар жалығып, енді синий малыш ойыны шығыпты. Енді бұл ойынды дұрыс ойнамасаңыздар, синий малыштың мамасы келіп қалып, ойнағандардың өмірі сұмдық болып кетеді екен. Ойнау үшін айнасы және унитазы бар ванна керек болады. Ваннаға кіріп, есікті құлтап, қолыңызда кішкентай бөпе бардай тербетіп, синий малыш деп 13 рет қайталайсыздар. Егер барлығын дұрыс жасасаңыз, қолыңызда ауырлық сезіне бастайсыз. Тура шынымен қолда бөпе тұрғандай. Дәл сол кезде баланы тез-тез унитазға тастап ағызып жіберу керек. Әйтпесе оның мамасы баласын іздеп келіп қалуы мүмкін. Ал синий малыштың мамасы айнадан келеді екен. Ойнағандардың айтуы бойынша синий малыш деп 13 рет қайталаған соң, бөпенің жылаған дауысын есткен екен. Енді мына видеода қыз бен жігіт баланы тез-тез унитазға тастаудың орнына қолдарында ұзақ уақыт ұстап қалады. Сонымен мынандай жағдай болады. Так, бұл рас па, жоқ па? Әрине, бұның барлығы өтірік, біреудің ойлап тапқан нәрсесі екені анық, бірақ сонда да ойнап көруге кеңес бермеймін. Егер көңілдеріңізге қабылдап сеніп ойнасаңыздар, шынымен де қорқып қалуларыңыз мүмкін. Айтқандай, үстімдегі футболка және мынандай кепканы Аура Пакстан заказ берсеңіздер болады. Бүкіл қалаға доставкасы бар. Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?